Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен суши дайындайтын боламыз. Ол үшін 300 грамм күрішімізді екі қайтарып жуып аламыз. Үстіне 350 грамм су құйып, қайнатып аламыз. Дайын болған күрішімізді тақтайдың үстіне қоямыз. Оған сироп дайындаймыз. 25 грамм қантымызға 25 грамм күріш уксусын салып араластырамыз. Дайын болған сиропымызды күріштің үстіне қойып шығамыз. Және де осылай төменнен жоғары қарай араластырып аламыз. Күрішіміз дайын болғаннан кейін циновкамызды дайындаймыз. Ол үшін шиімізді алып, осылай пищевой пленкамен орап шығамыз. Дайын болған циновкамыздың үстіне майонез жағып, оны салфеткамен жан-жағын сүртіп шығамыз. Бұл күрішіміз жабысқаны үшін арналған. Және де қолымызды сулай отырып, 120 грамм күрішімізді аламыз да 4 бұрышты етіп, норидің бойымен жайып шығамыз біркелкі етіп. Дайын болған күрішіміздің үстіне нориімізді қоямыз. Норидің жылтыр жағын төменге қаратамыз. Осылай екіге бөліп аламыз. Кедір бұдыр жағын жоғары қаратамыз. Циновканың көмегімен күріштің шетін үстіп қайырып аламыз. Және де үстіне қызыл балығымызды, творожный сырымызды және де қиярымызды салып шығамыз. Циновканың көмегімен осылай орап шығамыз. Және де қаттырақ етіп басып шығыңыздар, сонда сушимыз шашылмайтын болады. Артық жағын осылай алып тастауға болады. Үстіне дайын қызыл балығымызды орап шығамыз. Келесі дәл осылай әдіспенен келесі сушимызды дайындайтын боламыз. Күрішімізді 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Бағанағы жарты нориімізді күріштің үстіне қойып шығамыз. Артық шеттерін алып тастаймыз, шетін қайырамыз. Творожный сырымызды саламыз, қияр және де қызыл балығымызды салып шығамыз. 4 бұрышты етіп, осылай қаттырақ басып шығамыз. Артық шеттерін алып тастаймыз. Келесі әдісіміз нориді қоямыз, жылтыр жағын төменге қаратып, үстіне 120 грамм күрішімізді салып, норидің бойымен жайып шығамыз. Және де норидің жоғары жағын бос қалдырамыз. Бұл біз сушиді ораған кезде жабыстыруға арналған. Қызыл балығымызды саламыз, творожный сырымызды құйып шығамыз. Және де крабовые палочки. Осылай ораймыз. Норидің бос жерін қолымызды сулап алып, жабыстырамыз. Артық шетін алып тастаймыз. Дәл солай жалғастыра береміз. Норидің бос қалған жерін қолымызды дымқылдап алып, жабыстырамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Және де күнжітке осылай аунатып аламыз. Біздің сушимыз дайын. Бәріңізге ас болсын.